Ассаламу алейкум, достар. 5 километр жүгіріп қайттық. После пробежки деген чувство мощь қой, мощь, айта алмаймын. Енді мына видеоны түсіріп жатқам бір ой келді. Бір сұрақ бар да, енді қазақ еліне, основная масса халыққа да. Енді төбелес, смешанное единоборство, бокс, манағы. Енді қазақша жекпе-жек төбелес деп айтайын да. Не для слабых қой, жалпы. Бәрі шығып, клеткеге, рингке шығып төбелес алмайды да. Дух керек, жүрек керек деген сияқты, жақсы дайындық керек, дисциплина керек, характер керек деген әңгіме ғой. Жақсы енді, төбелес, айқай жекпе-жек, қырылысты былай қарай ала тұрайық да. Енді мен мына зеленый квартал дейді ғой, Астанада шығып жүгіріп қайттым да. Бір-екі адам ғой тек жүгіріп жүрген. Бек дейді, королева спорта дейді жігіттер. Бек королева спорта. Жүгіру денсаулыққа, жүрекке, почкеге өте пайдалы да. Енді мен түсінбеймін да, жақсы төбелеспен айналаспайды адамдар. Не каждый айналасады деп айтып тұрмын ғой. Шығып, далаға шығып, неге жүгірмейді деймін да. Өздерінің денсаулықтарын сақтап, анағы енді почка, печень, жүрек деген кислород любит да. Жүгірген жақсы көреді. Неге шығып жүгірмейді деймін да далаға. Өздерінің денсаулықтарын бізге емес, бізге керек емес, өздеріңге керек қой деймін да. Енді түсінемін, жұмыстан келеді, там өшет, шашайды. Сен да, тыңдап отырсың ғой. Сен шашайсың, түсінемін бәрін да. Енді бір құттай перекус жасап, 1 сағаттан кейін бір жарты сағат жүгіріп қайтсаңдар, мына жерде жақын жерде, мына қараңдаршы, қаншама үйлер тұр да, мына жерде талпа үй тұр, жақын. Біреу шығып жүгірмейді ғой. Бір-екеуі жүр тек, менімен тағы бір-екеуі бар, болды. Основная масса тренировка істемейді. Жылдам қартайып кетесіңдер, жігіттер. Денсаулықтарын сақтаңдар. Ақша ол приходящий, уходящий. Ол ақша деген, ол бітпейді, су сияқты ғой, жүре береді да, ол келей береді ақша деген. Аллахтың ризығы келей береді ол. Самый главный амал жасайсың. Жүгіру, тренировка, спорт деген ол барлығына касается да. Төбелес емес, именно для себя. Ол любой адамға касается. Так что пробежка жасаңдар, бассейнге түсіңдер, фитнеспен айналасыңдар да, обязательно төбелес емес. Сіздерге бір мына видеоны түсіріп, құттай мотивация болсын дегенім ғой. Все, достар, давайте, ассаламу алейкум, қазақ елі жасасын. Ассаламу алейкум, аман жүріңдер.